Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен сүзбелі меренгамен жасалған керемет пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді пирогымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін електен өткен ұнымызға салқын сары майды теркадан өткізіп, екеуін жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Дайын крошкамызды бір шетке ала тұрамыз. 4 жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Сары уызымызға қантты қосып, венчиктің көмегімен қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігеннен кейін крошканың үстіне сары уызды разрыхлителді қосып, жұмсақ қолға жабысатын қамыр илейміз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы дайын қамырымызды салафанға салып, 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. 20 минут көлемінде холодильникте қамырым тұрды. Енді осы қамырды оқтаудың көмегімен ұн себеп отырып, жақсылап төртбұрышты етіп жайып аламыз. Енді осы жайылып болған қамырымызды видеодағыдай формамызға орналастырамыз. Қамырымызды формамызға орналастырдық. Енді ішіне салатын сүзбелі начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін сүзбемізге шекерді және жұмыртқаны салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Сүзбелі массамыз дайын болды. Енді осы массамызды дайын қамырымыздың үстіне жақсылап спатуланың көмегімен орналастырып жағып шығамыз. Сүзбелі массамызды жақсылап орналастырып болғаннан кейін, алдын ала қыздырылған 170 градус пеште 20-25 минутқа шетіндегі қождарымыз қызарғанша салып аламыз. Пирогымыз пісіп шыққанша меренгамызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ақ уызына шым-шым тұз және шекерді осылай шетінен қоса отырып жақсылап миксерлейміз. Миксерімізді жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа көтере отыра, қою масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде осындай плотный қою масса шықты. Енді пирогымызды духовкадан алып, меренгамызды пирогымыздың үстіне жақсылап орналастырамыз. Ол үшін осындай кондитерский мешогымызға кез келген насатканы салып, узор етіп орналастырсаңыздар болады. Міне мен видеода осылай узор етіп меренгамызды жақсылап орналастырып шықтым. Меренганы жағып болған соң, пирогты 15 минутқа духовкаға қайтадан салып аламыз. Міне бізде осындай керемет пирог дайын болды. Отбасыларыңызды, үйге келген меймандарыңызды қуантсаңыздар болады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.